Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 7-ші тараудың 6-ші сабағы қышқыл негізік теория. Ал ендеше бастайық. Заттың неге негізік, неге қышқылдық деген қасиеттерді көрсететінін ең бірінші ойлана бастаған ғалымдар бар екен. Және сол ғалымдар өздерінің теорияларын ашып, бізге анықтамалар бере кеткен. Енді бір қызығы, әр теория по-своему дұрыс болып табылады, және по-своему қате болып табылады. Сол себепті әр теорияның біз қазір дұрыс жақтарын және онша емес жақтарын қарастыратын боламыз. Жалпы қышқыл негізгі теориялардың 3 түрі бар. Біріншісі Арениустен ғалымның электролиттік диссоциация теориясы, екіншісі Бренстед пен Лаури деген ғалымдардың протондық деп аталатын теориясы, үшіншісі бізде Льюис деген ғалымның электрондық теориясы болып табылады екен. Ал ендеше Арениус теориясынан бастайық. Арениус не дейді? Арениус деген атамыз былай дейді: қышқыл электролиттік диссоциация кезінде, диссоциация анион катионға ыдырау, сутек катионын бөліп шығаратын зат. Яғни сутек катионы түзілсе болды, ол кімге жатады деп тұр? Сонда қазір қышқылға жатады деп айтып тұр. Ал енді негіз деген не? Негіз диссоциация кезінде гидроксид анионын түзетін заттар. Яғни гидроксид OH түзілсе болды, ол бізде негізге жатады. Байқағандарыңызда мына жақта H-хлор деген зат көрсетіліп тұр. Диссоциация кезінде сутек түзілді. Бұл сутек түзілді ма? Бұл кімге жатады? Қышқылға. Мына H2SO4-тен де сутек түзіліп тұр. Бұл автоматом кімге жатады? Сонда қазір қышқылға жатады екен. Ал негіз деген не? Мына OH бөліну керек. Мына диссоциация кезінде OH бөлінді, бұл негіз. Мына кальций гидроксидінде OH бөлінді, тоже бұл не екен? Сонда қазір негіз. Вот осындай четкий бір анықтамалар беріп кеткен екен. Енді бізде келесі бір ақпараттар бар. Ал енді қараңыздар, егер зат сутек катионында гидроксид анионында, яғни екеуін де бөлетін болса бір мезетте, онда ондай заттарды амфолит деп атаймыз. Амфолит деген бізде оған дейін екі дайлы, я болмаса амфотерлі деген сөзбен танымал еді. Бұл кісі амфолит деп атаймын деп сондай новый термин қосып тұр екен. Ал ендеше су деген затты ыдыраған көріп тұрмыз. Негізі су диссоциацияға ұшырамайды. Бірақ қағаз жүзінде біз жазсақ, сутек катионға ыдырап жатқан көреміз, OH анионы ыдырап жатқан көреміз. Яғни бұл бізде амфолиттің нағыз мысалы болып тұр екен. Ал енді амфолиттерге тағы кім жатады? Мына цинк гидроксидін жатқызсақ болады. Енді сіздер айтасыздар, ағай, мына жақта что-то OH қана бөлініп тұрған секілді, бұл негіз шығар деп. Бірақ біз заттың басқаша бір формасын құрастыра аламыз. Қараңыздар, сутекті бірінші жазып алсақ, қараңыздар, сутек екеу, сол себепті мына H2, мына цинк, потом O2. Мына көрдіңіздер ме? Тура үстіндегі формула, бірақ сутекті бірінші жазғаннан кейін сәл басқаша көрініп тұрған секілді. Ал егер біз H2 цинк O2 формасын диссоциацияға ұшыратсақ, сутек пен цинк O2 деген ион түзіліп кетеді. Көрдіңіздер ме? Бұл жақта уже қандай ион түзіліп жатыр? Сутек катионы. Бұл сонда мынау цинк гидроксид деген зат гидроксид анионында сутек катионында бөліп тұр. Сол себепті амфолитке жатады. Амфолиттер кім жатады енді? Мырыш гидроксиді, бериллий гидроксиді, алюминий гидроксиді, хром гидроксиді және тағы да басқа металлдар дейді. Және сонымен қатар екі дайлы гидроксидтер. Одан бөлек органикадан нәрөз, нуклеин қышқылдары, амин қышқылдары деген секілді заттар жатады. Қашайын, міне осылай. Ендеше давайте осы кезде бір практика жасап па деген ой келіп тұр маған, күшті бір ой. Мысалы, натрий HSO4 деген затты біз қазір диссоциацияласақ, натрий катионы, сутек катионы, сульфат анион түзіледі. Біз енді байқасаңыздар, сутек түзіліп тұр ғана жерде. Сутек түзілгеннен кейін бұл автоматом кімге жатады? Сонда қазір қышқылға. Ал сонда кальций гидроксо хлорид деген затты диссоциацияласақ, кальций катионы, сразу қысқартылған жаза береміз, плюс OH анионы және хлор анион түзіледі. Бұл жақта OH деген зат түзілгеннен кейін бұл кімге жатады деген сөз? Негізге жатады деген сөз. Вот осындай бір четкий теорияны бізде кім айтып кеткен екен? Сонда қазір Арениус деген ғалым айтқан. Сутек бөлінсе қышқыл, OH бөлінсе негіз, сутекте OH та бөлінсе амфолит. Амфолитке жататын нәрселерді мұны жазып беріп қойған. Енді бір мәселе болып тұр. Арениус деген ғалымның теориясында бір мәселе болып тұр. Ол мына бір мәселе. Мысалы, аммиак деген затымыз бар, NH3. Не мәселе? NH3 негізі қасиет көрсетеді. Біз бұны қайдан білеміз? Біз бұны аммиакқа лакмус қағазын батыру арқылы білеміз. Аммиакқа лакмус қағазын батырсақ, ол көк түс болады.
көктүс өздеріңіз білетін негізгі қасиет. Сонда біз жаңа ғана айттық, негіз болу үшін бұл гидроксидті бөлу керек еді, оны гидроксидті. Ал аммиак деген көкемізде гидроксид түгіл оттегі жоқ қой. Сонда бұл негізгі қасиет көрсетіп тұр, бірақ мынау теория бойынша гидроксиді болу керек еді. Сонда бұл нәрсене бұл Арениус деген ғалымның кемшілігі. Бұл адамның кемшілігі емес, Арениус деген ғалымның ашқан теориясының, жасаған теориясының кемшілігі. Бұны адамның кемшілігі мен теориясының кемшілігімен шатастырмаңыздар. Бұл Арениустың теориясының кемшілігі болып табылады екен. Тура сондай тағы да бір кемшілік бар. Мысалы, СО2 деген зат бар. СО2 көмір қышқыл газы. Қышқыл деген атында бар, сол себепті бұл қышқылдық қасиет көрсетеді. Сонда қышқыл болу үшін бұл сутегі болу керек еді, анау зат секілді. Ал бұл көкемізде сутек атымен жоқ, бірақ бұл қышқылдық қасиет көрсетеді екен. Осындай заттар бар екен, который сутегі де, гидроксиді де жоқ, бірақ бұлар қышқыл я болмаса негізі қасиет көрсете алады екен. Енді осы нәрсені байқаған ғалым ретінде мынау Брэнстед деген ғалым және Лаури деген ғалым өздері бөлек сондай теория ашып көрсек, что-то Арениусқа жарамайтын секілді, осындай кемшілігі бар екенін байқап, өздерінің теориясын ашады. Бұлардың теориясы бойынша оқиық, қышқыл протон бере алатын, яғни донор болуға қабілетті кез келген зат дейді. Ал негіз протон қабылдай алатын, яғни акцептор болуға қабілетті зат. Получается, біреу протон беріп тұр, ал екінші сол протонды қосып алып тұр. Ал енді жігіттер қыздар, протон деген не? Протон деген бұл атомның ішіндегі ядроны құраушы бөлшектер, дұрыс па? Яғни атом неден тұрады? Протоннан және нейтроннан. Ал сыртынан алып жүреді нелер? Электрондар. Сол жақтағы протон беріп жатқандай болып тұр екен. Бірақ біз атомнан ішінен ешқашан протонды жұлып алып, оны басқа бір атомға бере алмаймыз. Ол өте қиын процесс. Бұлардың айтып тұрған протон деген нәрсесі, жігіттер қыздар, мына бір ақпарат екен. Бірінші мынаған қарай жүрейік. Сутек деген атомға. Сутек атомында бізде бір протон бар. Так, бірден бірді аптасақ 0 нейтрон бар. Және бір электрон бар. Мен осындай. Сутек атомы, бір протон, бір электрон. Атомның ортасында протон тұрады, сыртында былай электрон айналып жүреді. Ал енді сутек катионы деген ұғым бар. Атом қай кезде катионға ауысады? Электронын беріп жіберсе. Сонда бұл көкемізде қазір бір ғана электрон бар еді, бұл электронын беріп жіберді, электрон бұда қалған жоқ. Сонда бізде бір протон, 0 нейтрон, ал электрон тоже 0. Электрон жоқ бұда болды. Сонда мынау сутек катионы дегеннен ядросын қарасаңыздар, тек протон ғана тұр. Сыртында электрон да жоқ. Сонда мынау сутек катионы тек протоннан тұрғаннан кейін біз бұны протон деп атай берсек болады екен. Сонда бұл ғалымдардың протон деп айтқысы келіп тұрғаны негізінде кім екен? Сонда қазір сутек катионы екен. Сутек деп түсіне берсек болады. Сонда мынау протон бере алатын дегенде, сутек бере алатын деп оқыңыздар. Мынау протон қабылдай алатын дегенде, сутек қабылдай алатын деп оқыңыздар. Сол кезде бұл ақпарат сіздерге өте оңай түсінікті болатын болады. Ал енді бастайық. Аммиак, қосуға хлор, ышықты ионаштырып және хлор деген зат тұр. Біздің как раз аммиагымыз жаңа Арениус дәлелдей алмаған еді. Бұлар содан бастап жатыр. Көрдіңіздер ме? Қазір зашли. Енді біз не істейміз? Бұның кім қышқыл, кім негіз екен былай анықтаймыз. Қараңыздар, NH3 еді, бұл NH4 болып кетті. 3 сутектен қанша болып кетті? 4 болып кетті. Яғни бұл сутекті өзіне қосты. Яғни қабылдады. Сутекті қабылдаса, бұл кім болып тұр? Негіз. Ал енді H хлор, сутек біреу, мынаяқта хлорға айналып кетті. Сутек біреу еді, жоқ болып кетті. Сутек не істеді сонда ол? Берді. Ал сутек берсе, кім болып тұр? Қышқыл. Кеттік, астындасын көрейік. HECO, сутек 2 еді. Мына жақта қанша болып кетті? 3. Бұда 2 сутектен 3 болу үшін бір сутекті қосып алу керек. Ал қосса ол сутекті қабылдап тұрғандай болып тұр. Сонда HECO негіз. Ал HECO4 2 сутек еді. Мына біреу ақ болып қалды. Сутегін беріп жерді, беріп жерсе қышқыл. Мына жақта H2O3 2 сутек айналып кетті. Бұл сутекті тоже қосып алды, қабылдап алды. Негіз екен. Мынау сонда беріп жерген соң қышқыл болып тұр екен. Так. Енді мынандай бір ақпарат бар. Мынау бере алатын деп тұрды.
Получается, біз өнімдерде сипаттай аламыз. Қараңыздаршы, NH4. Бұл ары қарай сутекті қосып ала ма? NH4 деген NH5, NH6, NH7, NH8 деген секілді молекулаларға өзгеріп кете ала ма? Әрине жоқ, бұл патология 4-пен тоқтайды, бұл ары қарай кетпейді. Сонда бұл сутекті қосып ала алмайды, қабылдай алмайды. Ал когда зат ешнәрсені қабылдай алмаса, керісінше бұл не істейді деген сөз, сонда сутегін уже береді деген сөз. Бұл сутекті бере алады. Бұл қабылдай алмайды, тек бере алады. Бұл берсе, бұл қышқыл болады. Енді бір қызығы, өнімдегі заттарды біз байланысқан деп атаймыз. Бұл байланысқан қышқыл екен. А мынау сонда керісінше бұл сутек мүлде жоқ бұл көкемізде. Бұл сутекті бере алмайды. Сонда сутектерді тек өзіне қосып алады. Ал сутектерді қосып қабылдайтын болса, бұл байланысқан негіз. Яғни өнімде тұрған заттарды біз осылай байланысқан деп жазамыз. Мына жерде қараңыздар, H3O аксоний түзіліп тұр. Бұл аксоний ары қарай H4O, H5O деген заттарға айнала алмайды. Бұл сутекті қабылдай алмайды. Сонда бұл керісінше сутектерін береді. Сутектерін берсе қышқыл. Қандай қышқыл? Байланысқан қышқыл. Ал H4 бұл сутекті де бере алады, қоса алады. Бірақ бұл H3O қышқыл болып тұрса, бұл скорее всего қабылдайды деген сөз. Сол себепті бұл байланысқан негіз. Ал кеттік, H2O ары қарай қоса алмайды, қабылдай алмайды. Сол себепті бұл қышқыл. А мынау сутек мүлде жоқ, бұл тек қосып алады. Сол себепті бұл байланысқан негіз. Осындай бізде қызықты ақпараттар бар. Енді Брэнсет пен Лаури деген ғалымдардың теориясы бойынша қышқылдардың 3 түрі бар екен. Бейтарап, катионды, анионды. Міне қараңыздар, бейтарап деген біздің қарапайым қышқылдарымыз, ешқандай заряд жоқ. Катионды дегенде бір ерекшелік, сутектер көп. Анионды дегенде міне минус деген зарядтармен сутегі бар заттар орналасқан. Осындай ерекшелік бар. Негіздерде осындай 3 түрге бөлінеді екен. Бейтарап негіз, катион негіз және анионды негіз. Так, бейтарап негіз деген қарапайым, ешқандай заряды жоқ заттар. Аммиак, H2O, H5O, осы үшеуі ғана жатады екен. Ал катиондыға мына бір затты жаттап алуға кеңес беремін. Бұны түсіндіру қажет емес. Ал енді аниондыны қара жүрек, зарядтары барлығында минус және негіз болғаннан кейін бұлар сутекті қосу керек қой. Сутек қосу үшін бұларда сутек мүлде болмау керек. Мына затымызда сутек жоқ, мына затымызда мына жерде бар енді, бұл қараймыз. Мына жерде сутек жоқ. Мына затта да тоже сутек басында жоқ болып тұр. Сол себепті бұл негіз. Енді Брэнсет пен Лаури деген ғалымдардың теориясында әлі де бір проблема бар. Бұл қандай проблема? Бұл келесідей бір проблема болып тұр. Бізде реакцияға сутек мүлде қатыспайтын кездер болады. Ондай кезде біз не істейміз дегендей вопрос туындап тұр. Мысалы, кальций оксиді қосылған SO2 шығады. Кальций карбонаты деген секілді реакциялар бар. Бұл реакцияларда біреу негіз, біреу қышқылдық қасиет көрсетеді. Бірақтан Брэнсет пен Лаури бұл теорияны тек сутек тұрғысан қана қарап тұр. Ал біздің реакциямызға мүлде сутек қатысып тұрған жоқ. Сол себепті Брэнсет пен Лауридің теориясы әдемі теория болғанымен, бұл тоже бізде совершенный, яғни жеткілікті, жетілдендірілген, нақты мықты теория болып тұрған жоқ. Сол себепті Льюис деген ғалым бұны байқап өзінің теориясын ашады. Льюис деген ғалымның теориясы бұл электрондық теория. Алдыншы оқып көрейік. Қышқыл бөлінбейтін электрон жұбын қабылдайтын зат, ол электронның акцепторы. Ал негіз байланыс түзу үшін бөлінбейтін электронды беретін зат, ол электронның доноры дейді. Получается, электронды қабылдаса қышқыл деп айтып жатыр, ал электронды берсе негіз деп айтып жатыр екен. Енді астында екі реакция көрсетіліп тұр, сол екі реакцияға назар аударып жіберейік. Мына жерде бізде азот деген атомымыздың екі электроны тұр. Бұл электрон қаяқтан пайда болды? Азот өзі байқасаңыздар 3 сутекпен былай байланысады. Азот бізде қай топтың элементі? Менделеев кестесінен азотты табып топшасына қараңыздар. Ол бізде 5-ші топтың элементі. Ал енді қараңыздаршы, азот 5 сызық шығарып тұр ма? Әрине шығарып тұрған жоқ. Сонда бұның 5 электронның 3-еуі қана жұмсалып тұрды, мұна 2-еуі электрондық бұлт болып қалып тұрған жоқ па? Сол электрондық бұлты бар болса, бұл электрондарды бере алады деген сөз емес па? Ал электрондарды бере алса, бұл зат кім болады деген сөз? Негіз болады деген сөз. Сонда аммиак мына теорияда негіз. Ал хлорда да, бромда да қазір ешқандай электрон жоқ, особенно ортасында тұрған бромда ешқандай электрон жоқ.
бұл сол себепті акцептор, яғни қышқыл кейпінде тұр екен. Сонда өте оңай екен ғой. Мынау электрондары болса негіз, электрондар болмаса қышқыл болды. Мынау сонда электроны бар, бұл негіз. Ал найсойшты электрон жоқ, бұл сол себепті қышқыл. Вот осындай совершенно күшті бір теорияны бізде Льюис деген ғалым ашып берген екен. Енді бір қызығы, жіктер қыздар, біз тек Льюистікі ғана мықты ғой, неге біз Льюисті ғана қалдыра салмаймыз деген секілді ойлар туындауы мүмкін сіздерде. Льюис теориясы бұл жаңағы Арениус пен Брэнсет пен Лоури деген ғалымдардың теориясына қосымша дополнение, яғни қосып жатты ақпарат. Осылай қарасақ та болады ғой деген секілді. Арениустың теориясы ең бірінші ашылғаннан кейін ол как основа секілді болып тұрды, ол түбірі болып тұрды осы теорияның. Сонда біз қышқыл негіздік теориялар деген кезде Арениусты бір бөлек, Брэнсет пен Лоуриді бір бөлек, Льюисті бір бөлек қарастырмауымыз керек. Үшеуін бір бүтін ретінде қарастырсақ, сол кезде қана біз заттың неге негіз, неге қышқыл екенін түсіне аламыз. Енді осы Льюис теориясы бойынша 2026 жылы БТУ-да өте көп сұрақтар келген болатын. Вот сол нәрселерді қарап алсаңыздар. Алдарыңызда Льюис теориясы бойынша негіздер және Льюис теориясы бойынша қышқылдар деген нәрселер тұр. Осылай сұрақ келеді. Льюис негіздері, Льюис қышқылдары деген секілді БТУ-да сұрақтар жиі кездеседі. Ал енді қарап көрейік. Льюис негіздеріне аммиак, аминдер, CH3NH2, CH5NH2 деген секілді. Потом R2CO болатын органикалық қосылыстар. R2CO болатын, мысалы, CH3, CO, CH3. Мына CH3-тен екеу кездесіп, R2CO сол себепті. Альдегидтер аудиум болып өзі, кетондар, солар. Еще карбон қышқылдары. Осы үшеуі жатады. Ал енді Льюис теориясы бойынша қышқылдарға бор, алюминий, кремний, халайының галогениттері. Яғни бордың бір өзі емес, галогениді. Бор хлориді деген секілді. Алюминийдің бір өзі емес, галогениді. Алюминий иодиді. Кремнийдің жалғыз өзі емес, кремнийдің фториді деген секілді. И қалайының да, допустим, хлоридін бүйтіп жазасақ болады. Осы секілді галогениттері болса, бұл қышқылға жатады екен. Жігіттер қыздар, осымен біздің теориялық бөлім аяқталды. Енді ары қарай осы тақырыпты түсінген болсаңыздар, сұрақтарға жауап беруге кеңес беремін. Міне, бірінші сұраққа жауап берейік. Әдеттегідей паузаға қойып, ойланып, бір А2В деп беліп кете береміз. Ойланып болған болсаңыздар, кетке екінші сұрақ. Әрине үшінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Бесінші сұрақ. Және дұрыс жауаптары. Жігіттер қыздар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей 5 сұрақтың қаншауына дұрыс жауап бере алдыңыздар, соны комментарийға жаза кетсеңіздер, мен оны міндетті түрде оқып, бір қуанып қалатын едім. Неге өйткені бұл сабақты біреу қарап жатыр екен деген секілді менде кері байланыс болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, және осы каналға тіркеліп кетсеңіздер, өте керемет болатын еді. Осымен біздің сабағымыз бітті. Келесі сабақтарда кездескенше.